кило дайындаймыз. Мына астыңғы тестасын формаға қойып алдық. Енді үстіңгі тестасын дайындап алдық. Үстіне сәндейтін теста қамырлары. Енді қазір начинкасын саламыз. Мінекей начинкасын салдық. Начинкасында фарш, картошка, сәбіз, пияз бәрін пісіріп қуырып аламыз. Бәрі жорғадан өткізілген. Так, енді үстіңгі қабатын жабамыз. Мінекей үстіңгі қабатын осылай дайындап қойғанбыз. Оны осылай жабамыз. Мінекей қазір осылай жауып, оны былай мінекей сәндейміз. Мінекей осылай. Мына осылай айналдыра сәндеп жауып шығамыз. Енді қамырымыздың бетін осылай әрлейміз. Осылай бөлмен дайындаймыз. Мінекей жағын әрлеп қоямыз. Артықтағы бұны былай бекітеміз. Мінекей енді пісіреміз.